Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге геймификация әдісін сабақтарда қалай қолдану керек жолын көрсететін боламын. Ол үшін маған тіркеліп, осы видеоның соңына дейін қарап өтсеңіз болғаны. Геймификация әдісі ойын түрінде тапсырмаларды орындау деп аталады. Яғни, ойын түрінде тапсырмаларды құрастыру үшін Gymgate деген ресурсты қолдансақ болады. Ол үшін Google-дың іздеу жолағына Gymgate деп теріп кіреміз. Неке Gymgate Live Learning деген бар. Үстінен бассаңыз автомат түрде осы ресурсқа кіретін болады. Жоғары жағында тілдерді таңдап аламыз. Енді осы платформамен ары қарай емін-еркін жұмыс жасап кету үшін тіркелуіміз қажет. Тіркелу үшін тегін тіркелу деген кнопка бар. Сол кнопканы басу арқылы өзіңіздің электронды почтаңыз арқылы немесе Google аккаунттарыңыз арқылы тіркеліп алсаңыздар болады. Неке осылай автомат түрде шығады. Осы кнопкаларды басу арқылы біз тегін тіркеліп алсақ болады осылай. Енді осы әрекеттерді орындағаннан кейін біздерде ойын құрастыратын осындай жұмыс алаңы ашылатын болады. Жаңадан ойын құрастыру үшін жаңа жинақ деген кнопка бар. Сол кнопканы басу арқылы осы жерден жаңағы ойынымызды құрастыратын боламыз. Мына жерге тақырыпты жазамыз. Мысалға, мына жерге тақырып жазамыз. Ақпаратпен жұмыс жасау деп қояқ. Одан кейін тілдер таңдасаңыз болады. Бұл жерде маңызды емес. Ағылшын тіл деп қойдым. Тақырып таңдасаңыз болады. Мен басқа деп қойдым. Келесі деген кнопканы басатын боламыз. Басқаннан кейін біздерде осындай фон таңдауға болады, немесе интернеттен іздеп алып келуге болады. Мен осы жерден біреуін таңдадым. Неке сұрақ қосу деген кнопка бар. Сұрақ қосуға болады. Flashcards көмегімен жасаңыз дейді. Kit Clubпен бірлесіп жұмыс жасаңыз. Сұрақтар банкін қосу, электронды кестеден импорттау деген бар. Енді сұрақты қосу үшін біз сұрақ қосу деген кнопканы бассақ, бізде сұрақтарды қосатын осындай бетше ашылатын болады. Енді бұл жерде сұрақтарды енгіземіз. Мысалға, ақпараттың неше қасиеті бар? Өзіңіздің кез келген сұрақтарыңызды осылай алып келуге болады. Фото қосуға болады, аудио қосуға болады. Енді мына жерге астына жауаптарын жазатын боламыз. Егер бірінші жауап дұрыс емес болатын болса, онда галочканы алып тастайсыз үстінен басу арқылы. Мысалға 3 түрі бар. Егер екінші жауабы дұрыс болатын болса, онда үстінен бассаңыз осылай жасыл кнопка жаңағы пайда болады. 5 түрі бар және 4 түрі бар. Болғаннан кейін бізде қосу деген кнопка бар. Осыны бассаңыз автомат түрде өзіңіздің осылай құрған жұмыс алаңыңызға келіп түсетін болады. Енді дәл осындай тағы да сұрақ керек болатын болса, сұрақ жауап керек болатын болса, осындай үлгі, онда көшіру деген кнопка бар. Сол кнопканы басу арқылы дәл осындай үлгіні астына көшіріп ала аласыз. Және сұрақтарды өзгертуге болады. Одан кейін Flashcards көмегімен жасаңыз деген бар. Flashcards құру деген бар. Бұл жерде сұрақ жауап жазсаңыз болады. Мысалға, мен үлгі ретінде көрсетіп жатырмын. Өздеріңіз кіріп қарап, тіркеліп жұмыстансаңыздар болады. Мысалға, мына жерге сұрағын жазамыз, мына жауабын жазамыз. Енді оңай болсын деп оңай сұрақтарды алып жатырмын осылай. Егер өзіңіздің компьютеріңізде дайын Word бағдарламасында сұрақ жауаптарыңыз болатын болса, онда автомат түрде көшіріп алып келуге болады. Мінекей. Мына жерде қате кетті кішкене. 28. Енді ары қарай бұдан да көбірек сұрақ жауап керек болатын болса, онда астында автомат түрде осылай ашылады. Қосып алсаңыздар болады. Жасау деген кнопканы басатын боламыз. Басқаннан кейін автомат түрде өзіміздің жаңағы құрған жұмыс алаңымызға келіп түседі осылай. Енді Kit Clubпен бірлесіп жұмыс жасау деген бар. Үстінен бассаңыз, өзіңіздің басқа да әріптестеріңізбен бірлесіп отырып жұмыс жасауға болады. Яғни мына жерде сілтемесін жіберуіңізге болады, немесе QR кодын осылай жіберсеңіз болады. Бірлесіп отырып жұмыс жасауға болады. Одан кейін сұрақтар банкін қосу деген бар. Бұл жерде мына жерден іздеуге болады, яғни басқа да әріптестеріңіздің жасаған ойын түрлері, яғни сұрақ жауаптары. Осы жерден қарап отырып, өзіңізге ұнаған сұрақтарды көшіріп алып келуге болады, немесе барлығын қосуға болады неке. Енді мына жерге тақырып жазсаң, математика, химия деген сабақтарды да барлық сабақтарға арналған сұрақ жауаптар бар. Осы жерден іздеп қарап көрсеңіздер болады. Мысалға, мына жерде мен өзімнің жасаған жұмыстарымның ішінен сұрақ жауаптарды алып келуге болады, немесе басқа да әріптестердің құрған жұмыстарын көшіріп алып келуге болады. Мысалға, міне файлды ашқаннан кейін оны жабу үшін қолдануға ыңғайлы. Ол қайсы деген. Мына жерде егер осы сұрақ керек болатын болса, онда плюс батырмасын басаңыз, автомат түрде өзіңіздің құрған жұмыс алаңыңызға барып түсетін болады. Неке плюс батырмасын басасыз, осының ішінен қарап отырып, өзіңізге ұнаған кез келген сұрақ жауаптарды осылай көшіріп алып келуге болады.
Егер барлығы керек болатын болса, барлық сұрақтарды қосыңыз деген кнопка бар, соны бассаңыз автоматты түрде барлығы өзіңіздің жұмыс алаңыңызға баратын болады. Енді одан кейін электрондық кестеден импорттау деген бар. Осы жерге компьютеріңізде жасалған файлдарды жүктеп алып келіп салуға болады. Енді осы ойынды ойнатып қарау үшін барлығы дайын деген кнопка бар. Осыны бассаңыз автоматты түрде жұмыс алаңыңызға келіп түседі. Ақпаратпен жұмыс жасау дейді. Ойнату үшін тікелей ойнату деген кнопка бар. Соның үстіне бассаңыз, біздерде осындай әртүрлі ойын түрлері шығатын болады. Бұл жерде ақылы түрі де бар, ақысыз түрі де бар. Мына жерде ақысыз түрін көрсетейін. Командалық, яғни бұл жерде топпен жұмыс жасатсаңыздар, яғни топпен ойнатсаңыздар болады. Одан кейін классикалық деген түрі бар. Ақысыз түрі. Классикалықтың үстінен басамыз, жалғастыру деген кнопканы басамыз. Одан кейін бізде мына жерде минут сұрайды. Бұл ойынды неше минут ойнатасыз. Музыканы қоюға болады, қол шапалақтау дейді. Алып тастасаңыздар болады. Басқа настройкалар осылай тұра береді. Жалғастыру деген кнопканы басатын боламыз. Басқаннан кейін бізде автомат түрде қазір ойын ойнататын бетше ашылады. Мінекей осылай код шықты бізде. Енді оқушылар басқа компьютерден кірсе болады, немесе өздерінің ұялы телефондарына Gymkate деп теріп кірсе, Google-дың іздеу жолағына Join Game деген бар. Осы страницаға кіреді, казахский язык деп таңдап алайық. Ойын коды дейді, мына жерде ойын кодын жазады, 725709. Қосылыңыз деген кнопканы басады. Басқаннан кейін сіздің атыңыз дейді. Мына жерге аттарын жазады өзінің. Қосылыңыз деген кнопка бар. Осылай қосылады оқушылар. Ойыншы 0 деп тұр. Мына жерде бір оқушы қосылды, яғни бір ойыншы деп шықты. Егер неше ойыншы жазылып кірсе, жаңағыдай өзінің аттарымен, онда саны осылай жазылып тұрады, және аттар жазылып тұрады осылай автомат түрде. Оқушыға дайын бол дейді. Әлі мұғалім бастаған жоқ. Мұғалім бастау үшін ойынды бастау деген кнопка бар. Соны баста, оқушының страницасына осылай сұрақ жауаптар шығатын болады. Мінекей. $1. Бірінші сұрағы дұрыс. Жалғастыру деген кнопканы басады. Егер дұрыс емес болатын болса, онда $1 алып қалуы дұрыс емес шығады. Жалғастыру деген кнопканы басады. $1. Бір сұраққа жауап берген үшін $2 екінші сұраққа жауап берді. Осылай ойнатсаңыз бала үшін өте қызықты. Неше сұрақ бар, соның барлығын осылай оқушылар ойнай алады өте. Яғни $10 алды. Өте керемет. Енді есептерді шығарып алуға болады. Есепті қарау деген кнопканы бассаңыз, автомат түрде осындай оқушылардың қандай сұрақтар бар, немесе көмек қажет екенін қараңыз дейді. Осы жерден қарап алсаңыз болады. Оқушыларға шолу деген бар, мінекей. Егер мына жерде көп оқушылар болатын болса, барлық оқушылар осы жерде шығып тұрады автомат түрде. Мінекей 5 сұраққа жауап берді. Бір сұрақ дұрыс емес, 83%. Жылдам статистика көруге болады. Одан кейін осы бетшені шығарып алуға болады. Енді осы жерден оқушыларды бағаласаңыз болады. Өте керемет. Осы жаңағы ресурстың сілтемесін осы видеоның астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп қарап, тіркеліп жұмыстансаңыздар болады. Осы видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да қызықты ақпараттармен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Осы пайдалы ақпараттарды өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.